Сәлем, қайда қыдыруға шықсаң да қол ұстасып, сүйісіп жүрген жұптарды байқайсың. Ал сенің құрбыларың болса, өздерінің жігіттерінің қаншалықты керемет екендерін айтып, мақтанып жатады. Бұның әсерінен сен айналадағы бар жұптарға қызғана қарайсың. Сосын отырып алып өзіңмен өзің, неге менің жігітім жоқ? Деп ойлана бастайсың. Жоқ, шынымен, неге екен? Дайынсың ба? Онда кеттік. Бірінші, тым жоғары талаптар. Біз барлығымыз ертегілер көріп өстік. Соның ішінде Диснейдің Ханзада мен Ханшайымдары жайлы қызықты мультфильмдерді әлі күнге дейін қайта қарауға дайын тұрамыз. Тихо. Это что такое? Сол себепті қыздарда кішкентай кездерінен ақ идеалды Ханзаданы кездестіру түсінігі қалыптасады. Көп уақыт өтсе де бір кемшілігі жоқ. Атқа мінген идеал Ханзаданы күтіп жатады. Бірақ ертегілер өмірге мүлдем ұқсамайтындығымен жақсы. Өмірде жақсы жігіттер кемшіліксіз болмай, сенің талаптарыңа сай келмеуі әбден мүмкін. Сол үшін тым жоғары талаптар сенің айналаңдағы жақсы жігіттерді лайықты қабылдауға кедергі жасап, сенің сүйкімді ханшайым емес, малжың мыстанға айналдырады. Екінші, өзің-өзі тым жоғары бағалау. Сенің оларға жоғары талаптар қоюың, өзіңді өзің тым жоғары бағалауыңнан туындайды. Өзіңді жақсы көрген әрине жақсы, бірақ бәрінен ең жоғарға қойғанда дұрыс емес. Себебі ондай қыздар жігіттерді үркітеді. Ең жоғарда тұрған алмаларға ешкім жете алмайды. Ал ешкім жете алмаса, алмалар не болатынын білесің. Олар қатты пісіп кетіп, бұзыла бастайды. Үшінші, сен қарым-қатынасқа дайын емессің. Бұл жерде отырып ойланған абзал. Бұл қиындықтар, ұйқысыз түндер, күндіз-түні сол бір жігітті ойлау саған шынымен керек пе? Өйткені бұл табын эффектісі да болуы мүмкін. Айналадағылардың барлығы істесе, мен де істеймін дегенді бұл жерде қолданған орынсыз. Мүмкін сен әлі оған дайын емессің. Себебі әлемдегі көп нәрсе дайын болғаныңда ғана беріледі. Төртінші, мінезің өте ауыр. Да я тебе рожу разукрашу, придурок! Что ты сказала? Слушай, думаешь, можешь изменить мою жизнь? Может, лучше я тебе внешность поменяю? Жігіт жақсы дос бола тұра, көңілден шықпайтындай романтик болуы мүмкін. Бұл нәрсе керісінше де жұмыс жасай алады. Жігіттер сенен жақсы досты, көрікті қызды көре тұра, бір нәрсе оларды кері itергендей болады. Мүмкін сен дөрекі, әрі тітіркендіргіш, немесе өзіңнің аса көп қамқорлығымен жігітті қорқытып жібересің. Өзіңнің ең негативті қасиеттеріңді еске түсіріп, солармен жұмыс жасай баста. Сол кезде жігіттер саған өздері келетін болады. Бесінші, ұялшақтық. Мен жаңа айтып өткен өзіңді тым жоғары бағалаудан бөлек, саған кедергі жасайтын өзіңді қатты төмен бағалау да кездесіп жатады. Себебі өзіңді төмен бағаласаң, сенде түрлі ұялшақтық түріндегі комплекстар туындауы мүмкін. Сөйлесудегі, бірінші болып жымиюдағы, жай ғана оған тіке қараудағы ұялшақтық комплекстар туындайды. Ал осындай қарапайым белгілер арқылы жігіт саған қызық екенін, бірінші қадамды жасау керек екенін түсінбей қалады. Алтыншы, сенің жүрегің бос емес. Ал жақсы, біз отырып ойландық делік. Сен қарым-қатынасқа дайынсың. Саған ұнап жүрген жігіт те бар. Бірақ барлығы бір қалыпты еш өзгеріссіз жүріп жатыр. Сен болсаң хатико режимін қосып, тек сол жігітті ғана күтіп жүрсің. Не үшін екен? Айналаңа қарап басқа жігіттермен сөйлесіп көр. Сен оны күтіп жүргенде сенің ортаңда саған көз салып, маған қашан көңіл аударады екен деген жігіт бар шығар. Сенің жүрегің бос болмаса, жаңа қарым-қатынас саған қажет емес. Жетінші, сенің араласатын ортаң жоқ. Бәріміз теңіздерде балықтың көп екенін білеміз. Бірақ көзбен ешкімді байқамаймыз. Сенің жаңа жігітпен танысу мүмкіндіктерің де ешқайда алып келмейді. Себебі танысатын адам жоқ. Сен екі қызбен араласып, және олар өзара араласса, жаңа достар табу жеңіл болмайды. Әңгімелесуге ашық бол. Ескі достарыңмен көрісіп, кино немесе кафеге барып қайт. Сол кезде сенің
сонша күтіп жүрген жігіттің алдыңнан шығады. 8-ші, өзіңе күтім жасамайсың. Егер алдыңдағының барлығы сен туралы емес болып, жігіт әлі де кездеспесе, демек сенің ішкі әлеміңді емес, сыртқы бейнеңді бағалаймыз. Себебі көрікті, әрі өзіне күтім жасайтын қызды жігіттер бірден байқайды. Сенің өзіңді көрсете білу қабілетің танысуда үлкен рөл атқарады. Артықшылықтарыңды асырып, кемшіліктеріңді жасырып, үнемі көңілді жүрсең, барлығы ойдағыдай болады. Әрине, сені ішкі әлемің мен мейірімділігің үшін бағалайды, бірақ сырт келбетке мән беруді де ұмытпаймыз. Бүгінге осы айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруіңе тілектеспін. Видео ұнады деген ойдамын. Сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсең болады. Жаңа видеолардан құр қалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.